Жақсы болды негізі. Күн ашылып, күшті болып қалды. 2 күн бойы жаңбыр жауды. Достар, прикиньте, 2 күн бойы жаңбыр жауды тоқтамай мен деген. Енді күн ашылып қапты. Нақта грядкалар қатты өспепті. Нақта бір грядка бар, сол жерде жаман өсіп кеткен. Соны мен деген жинап келейін. Әйтпесе істейтін нәрсем жоқ, бір босқа жүрмә түйір. Осы грядкаларымды жинап қойын да. Бұл грядка көш кеткен жетелдікі болу керек негізі. Енді осы көш кеткен жетелдің орнына жасайтын боламын мен енді. Зато күшті ішім піспет негізі, жасайтын ісім болады дегенде ғой. Бүгін деген идея жоқ видеоға деген. Осы түсіріп жатқан влогты сала саламау деймін же. Әйтпесе не идея жоқ, сіздер қандай идея салайыншы достар, айтыңдаршы осы комментарияға жазып. Әйтпесе менде идея қалған жоқ ешқандай ше. Не болса да бір идея табу керек болып тұр негізі, былайше негізі. Негізі қандай идея хит болып жатыр, қандай ойын түсірсем болады деп тұрмын негізі. Бірақ та көреміз. Қазір мына грядканы бітіріп тастайын, қазір іздеп көрем идеяны, сөйтіп түсіріп қызықты видео шығаратын шығармын енді. Айтпақшы достар, менің деген үйім шіріп жатыр, соны жөндеу керек болып жатыр. Енді бірақ та кішігірім негізі, көп емес, 3-ақ деймін, 3 блок. Полым шіріп жатыр негізі. Соның блогын ауыстырып қою керек болып тұр. Енді осыны қазір істеп тастамасам, қазір мынаны егіп тастап, сонымен айналысатын шығармын енді, білмеймін, бірақ көреміз. Қазір дейін үйіме барайыншы, болды уже. Егіп болдық, барлығы. Енді алған өнімдерімізді үйге апаруымыз керек, короче. Неға құлап кеткенім болмады енді. Мына жер барлық. Бір мір келу керек ет, бірақ келмей жатыр, қой тұр екен, бұны өлтіріп тастайсақ достар. Ет алайықшы, ет жемегелі қай заман картошка қуырып жей берем. Мен картошкаға тоймаймын негізі, ет жемей жатыр қазір. Опа, болды. Бірақ та мен үйінде печка жоқ, енді печкасы бар үй бар ма екен бұл ауылда негізі. Негізі жаңадан келдім негізі, көп уақыт болмады осы ауылға көшіп келгеніме. Көреміз енді. Қазір мына өнімдерімді осы сундығыма салып қойын. Енді неға қазір барлық затымды салып қойын. Қазір мына етті салайын ба, или тұра берсінші, менде қазір іздеп көремін енді. Бірақ та кеш батып жатыр. Қазір барсам болмай алмай ма? Мазасын алып қоймайын ба? Жетелдерін бірақ та көрейінші, кімде бар ол ше, білмеймін да. Или қайта салайын ба достар? Керек емес, мен или картошка жей саламыз ба? Енді бірақ та қарным қатты ашып тұрған жоқ, мына жетердің үйін қарасақ, неақта печка жоқ екен. Онда қош жарет қайта салайыншы, ертең көреміз. Қазір уже кеш батып жатыр дегендей ғой. Шекеде жей салайын ба деп тұрмын негізі. Бірақ шекеде жеген дұрыс емес сияқты. Жертін сундыққа салып қоя салайын, ертең көреміз, енді пісіп жейтін шығармыз. Наны жөндеп қоя салайыншы, еріме қазір кеш болып жатса да, бәрібір кеш па, там ба. Мен ұйқым қандырып алғанмен, негізі кеш тұрдым осы. Енді қазір ұйқым кеп тұрған жоқ, үстіп жөндеп қоймасам болмай кетті, негізі шіріп, сасып кетті ғой. Тез істеу керек болып тұр негізі, былайша қойып жүрек болды. Неқта қазір деген не сундыққа кіріп кеткен болмады. Неқа қазір сындырайық бұны, соңғысын. Давайте сындырайық. Достар, қайға түсіп кеттім? Достар, не бәрі достар, мен не болып жатыр? Кешеде мірді тауып алдым, кіріп көрдім, барлығы не болып жатыр бұл ауылда негізі? Кім өше достар? Маньяк болып шықпасын енді. Бәсе достар, ана бір ретте мен дейін осы ұйықтап жатсам, шулап жатқан дауыстар шығады. Сол үшін ұйықтамай мен кеш ұйықтаймын да. Достар, кіріп көрейін ба? Сіздер лайк бассаңыздар және де тіркелсеңіздер, осыған кіретін боламын достар. Маньяк болып шығуы да мүмкін достар. Енді достар, қазір мен каналымда 29 подписчик болып тұр. Енді осыны 30 подписчик қылып тастаңыздар, өтініш, бір-ақ адам тіркелсеңіздер болды ғана. Енді достар, және де осы 30-бен тоқтамай 50 подписчикке де жетейікші достар, пожалуйста. Тіркелсеңіздер және де лайк бассаңыздар болды. Қазір мен кіретін боламын. Енді давайте кірейік достар, не бар екен бұл жерде? Давайте кірейік достар, қараңдар. Достар, кәдімгі үй ғой. Деген жетелдер,
Ну что-то танымаймын жеті елді ше. Қазір ұйықтап жатыр екен, қазір тұрғызып көрейін. Сен кімсің ау? Жауап бер. Кімсің деймін? Ачу. Неге жатып алған емес? Давай тұрсайшы ау, кімсің? Ё-моё, ұйқыдан қалдың ба? Айтсайшы, кімсің? Сені бәрібір де қинап тұрсын. Айтқызайын. Ё-моё, жатып ала берген емес, тұрсайшы болды. Не ұйқыдан қалып жатсың ба? Тұрсайшы. Не жауап бере алмайсың ба бір? Бәрібір де айтпай саған. Ше как айтасың? Негізі ше? Бәрібір ше негізі. Ё-моё, жатып алған емес, жарайды қойшы. Түн болған соң ұйықтағысы келіп жатқан жарайды, енді ертең сөйлесетін боламын. Енді, ё-моё, кім екен болар, ұйықтайықшы. Уже таң атып қапты, енді бана жерге кіретін боламыз, мына жетелдерден сұрайтын боламын. Кімсің сен? Айтшы, кеше сұрай алмай қалған едім түнде. Мен кешен осы қазанадан келген жетел боламын. Сол, енді бұл ауылы бір дұрыс үй-жайсың. Осы сіздің үйіңіздің астына үй салдым. Сен бұл жерге қалай кіріп жүрсің негізі? Сіздің осы жатқаныңызды пайдаланып осы жерге кіріп алатын боламын. Жерде вообще шықпай қойдым. Осы жерде тұрып жүргеніңізге неше күн болды негізі? 2-3 күн ғана болды. Сізге жаңа үй керек дейсіз ба? Дұрыс. Енді сіздерге бір үй тауып беретін, звондайтын боламын, үй тауып беретін адамдарға. Енді қазір осы жерде тұра тұрасыздар ау деймін. Бірақ та қазір бүгін звондайтын боламын. Енді қашан тауып беретінін білмеймін. Енді бірақ та тауып бергенде айтатын боламын. Жақсы болады. Сізге рахмет осы. Осы жерде тұра берсек болады ма? Қазірше тұра берсеңіздер болады негізі былай. Бірақ та заттарыңызды қарасам бола ма? Білмеймін, қарамай қойсаң жақсы болар еді. Онда болып та жақсы. Қазір үй тауып беретіндерге звондайтын боламын, мына жерге біттей салайын. Енді не болып кетті мына жерде, жарайды осы жерде тұра берсе болады негізі. Бәрібір қай жерге құламын енді. Осымен видео аяқтала салсын, достар, осы жерде өмір сүре берсін. Қазірше бәрібір де шығар жерден ол қай хабарат деймін да, жақсылық жасап көрейік енді. Осымен видео аяқтала салсын, сіздер де жақсылық жасап, мынаны тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Давайте, осымен видео аяқталды.